Сәлем достар, сіздермен бірге пайдалы кеңестер бір арнасы. Бүгін сіздермен психологиялық тестілер жайлы айтатын боламыз және өз мінезімізді білетін боламыз. Психологиялық тесттерді өту арқылы кей сұрақтарға жауап алуға болады. Көзіңізді жұмып, денеңізді бос ұстап, содан соң көзіңізді ашып, мына суретке қараңыз. Көзіңізге бірінші не түсті? Суреттен бірінші не байқадыңыз? Ағаш. Егер көзіңізге бірінші ағаш түссе, онда кейде сіз басқаларға үндемейтін адам секілді көрінесіз. Бірақ бұл сіздің ұялшақтығыңыздан емес. Шындығында сіз өз-өзіңізбен үйлесімдісіз және басқалардың сізді ұнатуына мұқтаж емессіз. Бұл сізге тән қасиет. Оны біреу үшін өзгертудің қажеті жоқ. Горилла, максималист және перфекционист адамсыз. Бұл жаман қасиет емес, бірақ кейде шамадан тыс сын сізге де, айналаңыздағыларға да зақым келтіруі мүмкін. Жағымсыз эмоцияларды басқаларға шашпаңыз. Арыстан, сіз мықты тұлғасыз. Кез келген қарсылыққа дайынсыз және біреудің жолыңызға түскенін жақтырмайсыз. Балықтар, сіз сезімтал, жұмсақ және қамқор адамсыз. Бұл керемет қасиеттер. Бірақ адамдардың қамқорлығыңызды міндетті нәрсе ретінде қабылдауына мүмкіндік бермеңіз. Достар, менің сіздерге психологиялық тесттерім ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды жазыңыздар. Сіздермен бірге болған пайдалы кеңестер бір арнасы.